Кабельдер жинақы бола бастады. Бізде кішкентай видеоға арналған шкаф мұнда. Ар жағында үлкен серверлік шкаф. Одан кейін мына жерде фальш пол. Бұл жерде кабельдер егінде өкінішке орай бір замандықтан кішкене шашыраңқы. Төмен жағында фальш пол. Мұнда құрылғылардың барлығы қойылады. Қазір тұрған HP Generation 10 сервері. Жоғары жағында Fiber Optic Box, Fiber Box. Оның төмен жағында желілі құрылғылар, UPS, Switch. Бірақ қазір толықтырылады. Одан кейін соңғы нәтижені тағы көрсетемін. Орталық серверлік бөлмеге кішкене шолу. Әзірге шашылып жатыр. Мұнда видеокамера болатын стойка, UPS, монитор, DVR, Hikvision, PoE свитчтері, Hikvision компаниясының үшеу, және жоғары жағында тағы да Hikvision SFP модулі бар свитч. Енді мына жақта Aruba свитчтері, үлкен UPS, UPS-ті орнатуға арналған полка, барлығы төменге орнатылады. Қазір кабельдер реттелуде. Одан кейін патч-панель, жоғары жағында HP, 10-шы буындағы HP ProLiant сервері, Dell 380 моделі. Бұл жерде, мына жерде жазылғандай, бокс 1-ге 8 сақтаушы құрылғы қойылды. Соның ішінде екеуі SSD, 240 гигабайттық SATA DS SSD дисктері. Ал одан кейінгі SAS дисктері 10K айналым минутына, олар 2-де 4 терабайттан 6 дана. Жоғары жағында сервердің артындағы кабельдер реттеуге арналған қолдар және бокс. Орталық сервер бөлмесі дайын болып қалды шамамен. Бұл жерде шет жақтағы бөлмелерден оптикалық кабельдер қосылды. Кейбіреулері питания жоқ, тоқ жоқ, сондықтан қосылмай тұр. Мына жерде 4-еуі қосылуда. Жоғары жағында телефондық система E-Star. Мына жерде органайзер кабелі, алдыңғы свитчтер. Барлығы әзірге қосылмай тұр. Төмен жағында мына жақта видеокамера қосылуда. Енді бөлмені тазалау, жалпы серверлік шкафты жабамыз, сонымен жақындаудамыз.